Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Дала заңы. Бір бөлім, шексіздіктегі қуғын және үміт сәулесі. Қыркүйек айының соңы. Ақтөбе мен Арал арасындағы ұшы-қиыры жоқ, көз ұшында бұлдыраған шексіз дала. Күн ұясына батып бара жатқан шақ, аспан қып-қызыл қан түстес бояуға малынған. Осы бір тып-тыныш, мамыражай көрінген жазықта нағыз өлім мен өмір арпалысы жүріп жатты. Шаңды бұрқырата моторы ақырған сұр түсті Toyota Hilux пикапы тас жолдан шығып кетіп, тақыр даланың шұңқырларымен секіре, жан ұшыра қашып келе жатты. Рөлде Томас есімді 35 жастағы неміс журналисі. Оның үсті басы шаң, маңдайынан тер бұршақтап ағып, көздері қорқыныштан бадырайып кеткен. Томас Еуропадағы ең ірі халықаралық қару-жарақ контрабандасының бетпердесін ашатын құпия деректерді қолға түсірген еді. Оның мойнына ілінген кішкентай флешкада бүкіл бір қылмыстық синдикатты құрдымға кетіретін миллиондаған файлдар бар болатын. Ол бұл деректерді Алматыдағы сенімді адамдарына тапсырып, одан әрі шекара асып кетуді жоспарлаған. Бірақ синдикат оның ізіне әлдеқашан кәсіби жалдамалы қаншерлерді салып қойған болатын. Томас артқы көрініс айнасына жанталаса қарады. Одан шамамен 1 шақырымдай қашықтықта даланың шаңын аспанға көтеріп, екі қап-қара Chevrolet Tahoe жол талғамайтын көлігі келе жатты. Олар жай ғана қуып келе жатқан жоқ, олар Томасты бұрышқа қамап, аң аулағандай көздеп келе жатты. Қарғыс атсын. Қарғыс атсын. Жетіп қалды. Деп бақырды Томас, газ педалін еденге дейін басып. Пикаптың моторы шамасынан тыс гүрілдеп, дөңгелектері құрғақ топырақты қазып жатты. Ажал оғы, көліктің қирауы. Қара джиптердің бірінің төбесіндегі люк ашылып, одан үстіне толық тактикалық жарақ киген, қолына оптикалық көздеуші бар, ірі калибрлі снайперлік винтовка ұстаған жалдамалы шықты. Бұл қуғыншылардың басшысы, криминал әлемінде Қарабас деген атпен белгілі қатыгез кәсіби өлтіруші еді. Ол көзді ашып жұмғанша винтовкасын кезеп, Томастың көлігінің артқы сол жақ дөңгелегін көздеді. Гүрс! Жаңғырық даланы тіліп өтті. Ірі калибрлі оқ пикаптың дөңгелегін ғана емес, оның осінде жұлып жіберді. 120 шақырым жылдамдықпен келе жатқан Томастың көлігі тепе-теңдігін жоғалтты. Томас рөлді қанша бұраса да 2 тонналық темір тұлпар оған бағынбады. Пикап даланың құрғақ топырағына соғылып, ауада 2 рет шіркөбелек айналды. Переворотта шатырмен көрсетіп құлады. Шаң мен металл сынықтары жан-жаққа шашырап кетті. Бәрі тынышталды. Тек дөңгелектері ауада айналып жатқан көліктің моторынан шыққан бу мен сынған әйнектердің сылдыры ғана естілді. Томас есін жиды. Қауіпсіздік жастығы, airbag, оның өмірін сақтап қалған еді. Бірақ маңдайы жарылып, қан көзін жауып жатты. Ол басын сілкіп жан-жағына қарады. Алыстан гүрілдеп келе жатқан джиптердің дауысы жақындай түсті. Оларда бар жоғы 1-2 минут қана уақыт қалды. Томас қауіпсіздік белдігін кесіп, сынған терезеден сыртқа жорғалап шықты. Ол өзінің рюкзагын және мойнындағы флешканы қатты қысып алды. Аяғын сылти басып, ол көліктен ұзап, белуардан келетін қураған жусан мен шидің, дала шөбінің арайды. Оның миында бір ғана ой болды, тірі қалу. Бұл деректерді жоюға жол бермеу. Жыртқыштардың келуі, іскесу. 2 қара джип аударылған пикаптың қасына келіп тоқтады. Көліктерден 6 қарулы, беттеріне қара маска киген кәсіби жалдамалылар секіріп түсті. Олардың қолдарында заманауи автоматтары, рациялары бар еді. Қарабас көліктен асықпай түсті. Ол сынған пикапқа жақындап ішіне үңілді. Көлік бос. Ол тірі. Қашып кетіпті, деді Қарабас, даланың шөбіндегі қан тамшылармен сынған бұтақтарды көрсетіп. Ол жаралы. Бұл далада жаяу ешқайда бара алмайды. 10 шақырым радиуста 1-1 қала жоқ. Табыңдар оны. Тірілей әкеліңдер, маған флешка керек. Жалдамалылар жылу камералары бар дүрбілерін, тепловизор шығарып Томастың ізіне түсті. Бұл кезде Томас өкпесі өшкенше жүгіріп, қалың сайдың, овраг ішіне түскен еді. Күн толықтай батып, даланы қою қараңғылық басты. Күздің түнгі суығы сүйектен өте бастады.
Ол қансырап күші сарқылып топыраққа сылқ етіп құлады. Бәрі бітті деп ойлады ол. Бұл шексіз шөл далада мені ешкім құтқармайды. Мен осы жерде, мына топырақта қаламын. Ол көзін жұмып, өзінің соңғы демін алуға дайындалды. Бірақ кенеттен қараңғылықтың ішінен, өте алыстан әлсіз ғана сарғыш жарық жылтырады. Томас басын көтерді. Бұл жұлдыз емес, бұл адамдар жаққан оттың немесе шамның жарығы еді. Томас бойындағы соңғы адреналинді іске қосып, сол жарыққа қарай еңбектеп сүйретіліп жүре бастады. Қыстау, даланың жалғыз шырағы. Жарық шыққан жер, үлкен сайдың тасасында, қысқы желден қорғанып салынған қазақтың ескі қыстауы, ауылы еді. Онда 2-3 кірпіш үй, үлкен мал қорасы және жаздық киіз үй тұрды. Ауланың ортасындағы бағанада жалғыз прожектор жанып тұр. Томас қоршауға, шарбаққа жақындағанда кенеттен қараңғылықтың ішінен үрейлі, жуан арсылдаған дау шықты. Ауладан 2 еңгезердей, аюдай үлкен қазақ төбеті атылып шығып, шарбаққа асылып, Томасқа қарай тістерін ақситып үре бастады. Олардың даусынан жер дірілдеп кеткендей болды. Томас қорқыныштан кері құлап түсті. Дәл осы кезде үйдің есігі ашылып, сыртқа қолына мылтық, қос ауыз аңшы мылтығын ұстаған, үстіне қалың шапан киген 60-тар жастағы қария шықты. Оның артынан 25 жастар шамасындағы кең иықты, қарулы жас жігіт еріп шықты. Басар, Ақтөс, кет әрі. Отыр, деп бұйырды қария иттерге. Төбеттер иесінің бір ғана даусынан тып-тыныш болып жерге жата қалды. Қария, оның аты Ермек Ақсақал, шарбаққа жақындап, фонаригін Томастың бетіне түсірді. Ол қан-қан болған, шет тілінде бірдеңелерді түсініксіз күбірлеп қалтырап жатқан шетелдікті көрді. Help! Please! They want to kill me! Көмектесіңіздер. Өтінемін. Олар мені өлтірмекші деп жалынды Томас, соңғы күшін жинап. Ермек Ақсақал ағылшын тілін түсінбесе де, адамның көзіндегі нағыз өлім үрейін бірден таныды. Дала адам үшін сөздің қажеті жоқ еді. Әке, бұл кім? Түрі қазаққа ұқсамайды, орыс та емес сияқты. Үсті басы қан ғой, деді жас жігіт, оның атайдар. Кім болса да есігімізге пана іздеп келіпті. Қазақ ешқашан қонағын далада қалдырған емес. Көтер жігітті, үйге кіргіз, деп бұйырды Ермек ата мылтығын иығына асып. Айдар Томасты қолтығынан демеп үйге кіргізді. Үйдің іші қарапайым, бірақ өте жылы әрі таза еді. Пеште от маздап жанып жатыр. Ермек атаның келіні Томастың жарасын жуып, басын таңып, алдына ыстық сорпа мен бауырсақ қойды. Томас ыстық шайды ішкенде ғана бойы жылып, аздап есін жиды. Ол аудармашы қосымшасы, телефон арқылы немесе ым-ишаратпен өзінің соңынан қарулы адамдар еріп келе жатқанын, олардың өте қауіпті екенін түсіндіруге тырысты. Қауіп? Олар келеді. Көп адам. Қару, деді Томас сынған орыс тілімен қазақша араластырып. Ол бұл қарапайым малшылардың өміріне қауіп төндіргеніне қатты ұялды. Сіздер, мені беріңіздер. Мен кетемін. Олар сіздерді өлтіреді. Ермек Ақсақал шайын ұрттап Томасқа байыппен қарады. Оның жүзінде бір тамшы да қорқыныш жоқ еді. Балам-ау, сен біздің шаңыраққа кірдің. Сен енді қонақсың. Ал қазақтың даласында қонақ Құдайдың елшісі. Егер мен сені жауға беріп қойсам, ертең ата-бабамның аруағына не бетімді айтамын. Уайымдама, бұл біздің жер. Біздің жерде біздің заң жүреді, деді Ақсақал сабырмен. Қақпа алдындағы қауіп, қара ниеттілердің келуі. Арада 20 минуттай уақыт өтті. Кенеттен сырттағы төбеттер қайтадан арсылдап, шынжырларын жұла жаздап үре бастады. Терезеден аулаға түскен күшті фаралардың жарығы көрінді. Қарабас пен оның 6 жалдамалысы джиптермен қыстаудың дәл қақпасының алдына келіп тоқтаған еді. Томастың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол орнынан атып тұрып бұрышқа тығылды. Ол бұл қаруланған құбыжықтардың мына ескі үйді бір-ақ минутта күл-талқан ететінін білетін. Ермек Ақсақал орнынан асықпай тұрды. Ол қабырғада ілулі тұрған ескі, бірақ жақсы күтілген қос ауыз мылтығын қолына алды. Оның ұлы Айдар да үндеместен екінші бөлмеден өзінің сайга, жартылай автоматты, аңшылық карабинін алып шықты. Олардың қимылдарында ешқандай үрей жоқ,
тек өз жерін қорғауға дайын нағыз жауынгерлік сабырлық бар еді. Айдар әйелдерді артқы бөлмеге жертөлеге түсір. Мен барып қонақтармен сөйлесіп келейін, деді ақсақал. Ол есікті ашып аулаға шықты. Қарабас өз адамдарымен қақпаның алдында қаруларын кезеп тұр еді. Олар бұл шалды көзге ілмеді. «Әй, шал!» деп ақырды Қарабас дөрекі орыс тілінде. «Бұл жаққа жаралы шетелдік қашып келді. Ол бізге керек. Оны қазір шығарып берсең, аман қаласыңдар. Егер бермесең, үйіңді өртеп, бәріңді қырып тастаймыз. Таңда өзіңде». Қарабас осы сөздермен бұл қазақтарды қорқытамын деп ойлады. Ол бұл қарапайым шалдың жалынып шетелдікті өз қолымен байлап беретініне 100% сенімді еді. Өйткені әлемнің кез келген нүктесінде қарулы топтың алдында адамдар осылай істейтін. Бірақ ол кімнің жеріне, қандай халықтың алдына келгенін әлі білмеді. Ермек ақсақал мылтығын иығына асып қақпаның алдына жайбарақат жақындады. Ол Қарабастың көзіне тік қарады. «Бұл менің жерім, менің шаңырағым. Ал іштегі адам менің қонағым. Қазақ қонағын ешқашан жауға бермеген. Егер оған бірдеңе керек болса, алдымен менің үстімнен аттап өтесіңдер. Бірақ ескертіп қояйын, бұл даланың өз заңы бар. Сендер бұл жерден өз аяқтарыңмен қайтпайсыңдар». Қарабас бұл жауапты күтпеген еді. Ол мысқылдап күліп жіберді. Оның алдында жалғыз мылтығы бар шал тұр. Ал оның артында ең заманауи қаруланған 6 кәсіби жалдамалы бар. «Сен өзіңнің ажалыңды тілеп алдың, шал». Қарабас қолын көтеріп өз адамдарына «бәрін қырыңдар, үйді басып алыңдар» деп бұйырды. Бірақ Қарабастың адамдары қақпаға қарай бір қадам жасағанда, олар күтпеген сұмдық оқиға басталды. Түнгі дала, қарапайым қыстау, момақан болып көрінген шал мен оның ұлы бірақ секундта нағыз тактикалық соғыс машинасына айналды. Қарақшылар шетелдікті іздеп келіп қазақтардың қаһарына тап болған еді. Олар бұл түні өздерінің дүниеге билеттерін сатып алғандарын әлі түсінбеген болатын. Дала заңы. 2 бөлім: түнгі айқас және төбеттердің қаһары. Қарабас қолын көтеріп «бәрін қырыңдар» деп бұйрық берген сәтте, оның 6 кәсіби жалдамалысы найым егі қаруларын кезеніп аулаға қарай лап қойған еді. Олардың көз алдында тек ескі шапан киген, қолына қос ауыз мылтық ұстаған алпыстағы шал ғана тұрды. Қарақшылар үшін бұл бірнеше секундтық қана жұмыс болып көрінген. Олардың автоматтарының лазерлі көздеуіштері Ермек ақсақалдың кеудесінде қызыл нүкте болып билеп тұрды. Бірақ Қарабас бір маңызды нәрсені ескермеді. Ол өздерінің ашық, жарық түсіп тұрған жерде тұрғанын, ал Ермек ақсақал мен оның ұлының өздері 5 саусақтай білетін, қараңғылыққа сіңген өз аулаларында екенін түсінбеді. Бұл жерде технология емес, инстинкт пен жер бедерін білу жеңіске жететін еді. Бірінші соққы дала снайпері. Жалдамалылардың бірі саусағын шүртпеге апара бергенде. Пас. Қараңғылықтың ішінен, қораның төбесінен құлақ тұндырарлықтай өткір әрі дәл атылған оқ даусы шықты. Бұл Ермек емес, шатырға әлдеқашан үнсіз шығып алған, қолында сайга жартылай автоматты карабині бар ұлы Айдар еді. Айдар қарапайым малшы болғанымен, ол бала күнінен қасқыр атып, мылтық ұстап өскен нағыз дала мергені болатын. Оның оғы бірінші жалдамалының дәл мылтық ұстаған оң иығына тиіп, оны артына қарай 3 метрге ұшырып түсірді. «Аа!» деп бақырды жалдамалы, автоматын жерге түсіріп алып. Қалған 5 қарақшы шошып кетіп, бірден шатыр жаққа қарай бейберекет оқ жаудыра бастады. Тра-та-та-та! Оқтар ескі қораның тақтайларын тесіп шаң бұрқыратты. Бірақ Айдар ол жерде жоқ еді. Ол оқ атқан бойда шатырдың екінші жағына домалап түсіп, мүлдем басқа позицияға ауысып кеткен. Бұл көшпенділердің ежелгі тактикасы соққы беріп ізін суыту болатын. Қараңғылықтағы ажал, төбеттердің шабуылы. Қарақшылардың назары шатырға ауған сәтте Ермек ақсақалда қарап тұрмады. Ол қос ауыз мылтығын жоғары көтеріп, Қарабастың джиптерінің бірінің жап-жарық болып тұрған алдыңғы фараларын көздеді де 2 рет қатарынан шүртпені басты. Гүрс! Гүрс! Шынылар күл-талқан болып джиптің фаралары сөніп қалды. Енді аула мен қақпа алды толықтай қою қараңғылыққа батты.
Жалдамалылардың түнгі көру құрылғылары тынып, бір сәтке жарықтың кенет өшуінен шағылысып, оларды уақытша соқыр қылды. Оттаңдар, бәрін атыңдар, деп бақырды Қарабас, көліктің есігінің артына тығылып. Дәл осы қараңғылық пен хаостың ортасында қорқынышты, қырылдаған, ауыр дем алыс естілді. Ермек ақсақал ауладағы екі қазақ төбетінің шынжырын ағытып жіберген еді. Бұл төбеттер салмағы 80 келіден асатын, мойындарында қалың жалы бар, қасқырды жалғыз өз алатын нағыз дала құбыжықтары болатын. Олар қаланың үйретілген иттері сияқты үріп, айқайлап шабуылдамайды. Олар қасқыр сияқты үнсіз артынан келіп, тікелей тамақтан немесе қолдан алатын. Жалдамалылардың бірі қараңғылыққа автоматын кезеп шегініп келе жатқанда, оның үстіне қараңғылықтан 80 келік алып қара сұлба, Басар есімді төбет қарғып мінді. Иттің салмағынан жалдамалы шалқасынан құлап түсті. Басар оның автомат ұстаған қолынан бар күшімен қауып, сүйегін сатырлатып сындырып жіберді. Қарақшының жанұшыра шыққан бақырығы түннің тыныштығын жыртып жіберді. Ол мылтығынан айырылып, басын қорғап жанталасып жатты. Екінші жалдамалы досына көмектеспек болып бұрылғанда, оның ту сыртынан екінші төбет ақтөс соқты. Ит оны аяғынан қағып түсіріп, кеудесіне мініп, ауыр бұрын жилетіне қарамастан, оны таптап тастады. Бұл көрініс Қарабастың адамдарын нағыз шокқа түсірді. Олар Сирияда, Африкада соғысқан кәсіби жалдамалылар еді. Олар миналардан, снайперлерден қорықпайтын. Бірақ қараңғы далада ешқандай үн шығармай шабуылдайтын мына алып иттер мен елес сияқты жоғалып кететін қазақтар олардың бойындағы жануарлық үрейді оятқан еді. Иттерді атыңдар, иттерді, деп бақырды Қарабас, өзінің тапаншасынан Басарға қарай оқ атып. Бірақ оның оғы далаға кетті. Тактикалық шегініс, үй ішіндегі таңғалыс. Бұл уақытта үйдің ішінде терезеден сығалап қарап тұрған Томас өз көзіне өзі сенбей демін ішіне тартып тұр еді. Ол Еуропадағы ең үлкен мафиялық топтың элиталық жауынгерлерін мына екі қарапайым қазақ пен екі иттің бір-ақ минуттың ішінде қалайша қырып тастай жаздағанын көрді. Бұл мүмкін емес сияқты көрінген. Томас Голливуд фильмдеріндегідей атысты күткен, бірақ оның көз алдында мыңдаған жылдық көшпенділердің ұрыс тактикасы, жауды өз жерінде адастыру әдісі жүзеге асып жатты. Бұл қандай халық өзі? Деп ойлады Томас, таңғалып. Олардың ешқайсысы қорқып тұрған жоқ. Олар тіпті мені танымаса да, мені қорғау үшін өз өмірлерін қатерге тігіп жатыр. Сыртта атыс сәл саябырсыды. Айдар қараңғылықты пайдаланып шатырдан секіріп түсті де әкесінің қасына, кірпіш үйдің тасасына келді. Басар, Ақтөс, қайт, деп сықырды Ермек ата қатты дауыспен. Екі төбет қан-қан болған тұмсықтар мен жауларын тастай салып, бұйрыққа бағынып, қараңғылықтың ішімен үйдің артына қарай тұра жүгірді. Олар өз жұмыстарын мінсіз орындаған еді, жаудың екі адамын мүгедек етіп қатардан шығарды. Қарабас пен оның қалған 3 сау адамы және 2 жаралысы ауыр джиптердің артына шегінуге мәжбүр болды. Олардың алғашқы шабуылдап басып кіру жоспары толықтай күйреген еді. 6 адамның 3-еуі 15 секундтың ішінде жарамсыз болып қалды. Қарғыс атсын, деп ақырды Қарабас джиптің есігін жұдырығымен ұрып. Бұлар қарапайым малшылар емес. Олар бұл жердің әрбір тасын біледі. Жігіттер, қорғаныс позициясын алыңдар. Жаралыларды көлікке кіргізіңдер. Олар көліктердің артына жасырынып, қыстауға қарай тоқтаусыз оқ жаудыра бастады. Подавляющий огонь. Үйдің терезелері шашырап сынып, кірпіштері бұрқырады. Ермек ата мен Айдар үйдің ішіне кіріп, есікті ауыр темір ысырмамен, засыппен жапты. Олар еденге жата қалып, оқтардың сықырып өткен даусын тыңдап жатты. Томас еңбектеп келіп Ермек атаның қасына жатты. Мен кешірім сұраймын. Олар өте көп. Сіздер менің кесірімнен өлесіздер. Мені оларға беріңіздер. Мен бәрібір жаралымын, деді Томас, ағылшынша және орысша араластырып, жыламсырап. Ермек ақсақал мылтығына жаңа оқтар, картидж салып жатып Томасқа қарады. Оның жүзінде әлі де ешқандай үрей жоқ. Сенің тіліңді түсінбеймін, балам. Бірақ сенің көзіңнен мені беріңдер деп тұрғаныңды ұғып тұрмын.
Тыңда мені, қария қолын Томастың иығына қойды. Біз сені бермейміз. Егер біз қорқақ болсақ, осы құлазыған далада ғасырлар бойы өмір сүрмес едік. Бұл дала бізді шынықтырған. Олардың қаруы мықты шығар, бірақ бұл біздің үй. Ал қазақтың үйіне қарумен кірген адамның сүйегі далада қалады. Түсіндің бе? Томас сөздерді толық түсінбесе де, қарияның үніндегі мызғымас сенімділікті, ғасырлық рухты сезінді. Ол басын изеп үнсіз қалды. Ол өмірінде бірінші рет нағыз еркектерді, нағыз батырларды көргендей болды. Жыртқыштың ашуы, ауыр техниканың қосылуы. Сыртта атыс тоқтады. Қарабас рациясын алып, өзінің адамдарына бұйрық беріп жатты. Олар үйдің ішінде тығылып отыр. Олардың мылтықтары бар, және жақсы атады. Біз ішке кірсек, тағы да адамымыздан айырыламыз. Маған РПК-7 гранатометі әкеліңдер. Егер олар шетелдікті тірідей бермесе, мен бұл үйді ішіндегі адамдармен бірге күл-талқан етемін. Шетелдіктің мәйітінен флешканы өзім тауып аламын. Деп ақырды ол. Жалдамалылардың бірі джиптің жүк салғышынан ұзын, жасыл түсті гранатометті РПК алып шықты. Олар бұл ескі қыстауды бір-ақ соққымен жермен жексен етуге дайындалып жатты. Айдар терезенің сынығынан сығалап қарап, жаудың қолындағы ауыр қаруды байқап қалды. Әке, олар гранатомет шығарды. Бұл үй оған шыдамайды. Бізге кету керек. Ермек ақсақал қабағын түйді. Ол жағдайдың шынымен ушыққанын түсінді. Мылтыққа мылтықпен жауап беруге болады, бірақ артиллерияға қарсы кірпіш қабырға қорған емес. Жертөлеге түсеміз, деді ол орнынан тез тұрып. Жертөленің арғы жағында ескі құдыққа апаратын жеркепе, туннель бар. Кеңес заманында салынған. Біз сонымен шығып, жыраның ішімен екінші қыстауға, ауылға қарай қашамыз. Онда менің інімнің үйі бар, көліктері де бар. Кеттік. Айдар едендегі ауыр ағаш қақпақты, люкті көтерді. Төменде қараңғы, жертөленің баспалдақтары көрінді. Олардың әйелдері, Ермек атаның келіні мен немересі, сол жақта тығылып отырған болатын. Томас, төмен түс. Жылдам. Деп Айдар шетелдікті люкке қарай итерді. Томас жертөлеге түсе бергенде сырттан Қарабастың дауысы рупормен, дауыс зор айтқышпен естілді. Ей, қазақтар! Соңғы рет айтамын. 10 секунд беремін. Не шетелдікті лақтырасыңдар, не бәрің бірге жанасыңдар. 10, 9, 8. Ермек ақсақал Айдарды төменге түсіріп, өзі ең соңында қалды. Ол үйінің ішіне, қабырғадағы ата-бабасының суретіне, домбырасына бір қарады да іштей қоштасты. 3, 2, 1, ат! Деп бақырды Қарабас. Жу! Гранатометтен атылған зымыран ысқырып ұшып келіп, қыстаудың дәл қақ ортасына терезеден кіріп жарылды. Гүрс! Жарылыстың сұмдық толқыны кірпіш қабырғаларды жұлып түсіріп, шатырды аспанға ұшырды. От пен түтін түнгі аспанды жарық қылып жіберді. Үйдің іші толықтай жалынға оранды. Қарабас пен оның адамдары жарылыстың сәтті болғанына қарап, мысқылдап күліп тұрды. Олар бұл үйдің ішінде ешкім тірі қалмады деп сенімді еді. Міне, осылай. Енді барып, қоқыстың ішінен шетелдіктің денесін табыңдар. Маған флешка керек, деді Қарабас, қаруын түсіріп. Бірақ олар қазақтардың бұл тозақтан әлдеқашан жер асты жолымен аман есен шығып, жыраның қараңғылығына сіңіп кеткенін, және нағыз аңшылық енді ғана басталып жатқанын білген жоқ еді. Қарабас өз қолымен аждаханы оятты, дала заңы. 3 бөлім, жырадағы аңшылық және ата-баба рухы. РПК-7 гранатометінен атылған зымыран ескі кірпіш қыстауды қақ айырып, аспанға жалын мен шаң бұлттарын ұшырғанда, Қарабас пен оның жалдамалылары жеңіске жеттік деп ойлады. Олардың көз алдында үйдің шатыры опырылып ортасына түсті, ал терезелерден қып-қызыл от тілдері жалаңдап шығып жатты. Түнгі даланың үнсіздігін жарылыстың жаңғырығы мен жанып жатқан ағаштың шытырлаған даусы ғана бұзды. Қарабас қаруын иығына асып, жанып жатқан үйіндіге қарай баяу адымдап келді. Оның бетіндегі маскасының артынан қатыгез күлкінің ізі байқалды. Көрдіңдер ме? Бұл технология мен күштің жеңісі.
Барып үйіндінің арасынан немістің денесін табыңдар. Маған сол флешка керек. Тіпті күйіп кетсе де табыңдар. Деп бұйырды ол өз адамдарына. 3 жалдамалы жылу камерасы бар дүрбілерін, тепловизорларын қосып, ыстық кірпіштер мен жанып жатқан тақтайлардың арасына кірді. Бірақ олардың дүрбілері қып-қызыл оттан басқа ешқандай биологиялық жылуды, яғни адам денесін көрсетіп тұрған жоқ еді. Кенеттен жалдамалылардың бірі үйдің қақ ортасындағы жартылай ашық қалған, күйе басқан үлкен те қақпақты люкті. Ол қақпақты аяғымен итеріп ашып, ішіне фонаригін түсірді. «Бастық!» деп бақырды жалдамалы. «Олар мұнда жоқ. Мұнда жерасты туннелі бар екен. Бұл үйдің астында көне қазба жол жатыр. Олар бізді алдап кетті. Қашып кеткен». Қарабастың көздері шарасынан шығып, ашудан жарылардай болды. Ол жанып тұрған ағашты бар күшімен теуіп жіберді. «Қарғыс атқан қазақтар? Олар мені ақымақ қылғысы келді ме? Олар жаяу көп ұзай алмайды. 2 адам джипте қалып айналаны бақылаңдар. Қалғандарың менімен бірге туннелге түсіңдер. Тірідей соямын бәрін». Олар қаруларын кезеніп, түнгі көру көзілдіріктерін тымып киіп, қараңғы туннелдің ішіне қарай сүңгіп кетті. Ойын енді ғана нағыз аңшылыққа ұласқан еді. Бірақ олар кімнің жерінде, кімнің ережесімен ойнап жатқандарын әлі түсінбеді. Жыраның іші қараңғылықтағы көшпенділер. Бұл уақытта Ермек ақсақал, оның ұлы Айдар, келіні, қолында кішкентай баласы бар, және жаралы Томас туннелдің екінші басынан шығып үлгерген еді. Бұл туннел үйден 200 метрдей қашықтықтағы терең, құрғап қалған ескі өзен арнасына, сайға жыраға апаратын. Жыраның іші қап-қараңғы, 2 жағы биік, тік жарқабақ, ал табаны қалың сексеуіл мен тікенекті бұталарға толы еді. Ермек ақсақал демін басып жан-жағын барлап алды. «Келін», деді ол, келіннің иығынан ұстап. «Сен баланы алда, жыраның ішімен емес, жоғары мен Қаратаудың жонымен тікелей нағашыңның ауылына қарай қаш. Ол жаққа дейін 4 шақырым. Артыңа қарама. Біз оларды осы жерде ұстаймыз». Келіні көзіне жас алып, қарияның қолынан сүйді де, баласын құшақтап қараңғылықтың ішіне сіңіп кетті. Олардың ізі де қалған жоқ. Томас дем ала алмай жерде отырған еді. Оның маңдайынан аққан қан кеудесіне дейін жеткен. Ол қазақ отбасының өз үйінен айырылып, енді жандарын шүберекке түйіп тұрғанын көріп, қатты азаптанды. Ол қалтасынан кішкентай металл флешканы шығарып, Ермек ақсақалға ұсынды. «Ермек, Айдар, take this. Мынаны алыңыздар. Оларға осы керек. Мені осында тастап кетіңіздер. Мен бәрібір жүре алмаймын. Сіздер мені танымайсыздар да ғой. Неге мен үшін үйлеріңізді құрбан еттіңіздер? Неге өлімге бас тігіп тұрсыздар?» деп еңіреді Томас, флешканы Айдардың қолына тықпалап. Айдар флешканы кері Томастың қалтасына салып қойды. Ол ағылшынша білмесе де, немістің не айтқысы келгенін көзінен ұғып тұрған еді. Ермек ақсақал Томастың қасына жүресінен отырып, оның арқасынан қақты. «Балам, сен бұны жай ғана пластик пен темір деп ойлайсың. Ал біз үшін адамның жаны бұл темірден 1000 есе қымбат», деді ақсақал сабырлы дауыспен, Айдарға қарап аударып беруін ишарат етіп. Айдар мектепте оқыған орысшасымен Томасқа түсіндіруге. «Біздің үйімізді өртеп жіберді. Ол үшін мен оларды кешірмеймін. Бірақ сен біздің шаңыраққа аманат болып кірдің. Қазақ аманатын ешқашан жаудың қолына тастап қашпаған. Егер мен сені қазір осы жерге тастап кетсем, менің ішімдегі рухым, адамдығым сол үймен бірге өртеніп кетеді. Сен шетелдіксің, бұны түсінбеуің мүмкін. Бірақ бұл дала заңы». Томас бұл сөздерді естігенде, оның көзінен жас бұрқ етіп ағып кетті. Еуропаның заңдары мен келісім шарттарына, ақшаға құрылған әлемінен келген ол, мұндағы адамдардың ішкі рухының қандай биік екенін көргенде, өзінің бұрынғы бүкіл дүние танымының күл-талқаны шыққандай болды. Бұл адамдар оны бір тиын ақша үшін емес, жай ғана адам болған үшін, қонақ болған үшін қорғап тұр еді. Мен сіздермен бірге соғысамын», деді Томас, жерден үлкен тасты қолына алып. Оның бойында бұрын соңды болмаған күш пен батылдық оянғандай болды. Айдар күліп жіберді.
Ол Томастың қолындағы тасты алып тастады да өзінің күртешесінің астынан аңшылық пышағын кездігін берді. Таспен танкке қарсы шыға алмайсың, Томас, пышақты ұста. Бірақ сен артта тұрасың. Бұл біздің аңшылық. Біз оларды осы жыраның ішінде адастырамыз, деді Айдар, мылтығының, сайганың, оқ жатарын тексеріп. Дала қақпаны, партизандық тактика. Қарабас пен оның 4 жалдамалысы жерасты туннелі арқылы жыраның, сайдың ішіне шықты. Олардың түнгі көру құрылғылары тымым, айналаны жасыл түске бояп көрсеткенімен жыраның іші өте күрделі еді. Биіктігі 4-5 метрлік тік жарқабақтар оларды екі жақтан қысып тұр. Ал аяқ астындағы құрғақ балшық пен қалың бұталар әр басқан қадам сайын сытырлап, олардың қозғалысын бүкіл далаға естіртіп жатты. Олар осы сайдың ішімен кетті. Жылу іздері жаңа ғана суыған. Екі-екіден бөлініп жүріңдер. Кез келген қозғалысқа оқ атыңдар, деп бұйырды Қарабас, автоматын кезеп. Олар өте сақ, кәсіби тактикамен алға жылжып келе жатты. Бірақ олар бұл жыраның ермек ақсақалдың ауласы екенін білмеді. Бұл жерде қария әрбір тасты, әрбір шұңқырды көзі жұмулы болса да табатын. Жыраның ең тар, бұрылыс, ескиіп, тұсына келгенде, алда келе жатқан жалдамалының аяғы кенеттен бірдеңеге ілініп қалды. Ол сым темір, растяжка емес еді, ол жерге көміліп қойылған, үстіне топырақ жабылған ескі қасқыр қақпаны болатын. Сарт! Қақпанның өткір темір тістері жалдамалының ауыр бәтеңкесін тесіп өтіп, оның тобығын, гален ұстап, бар күшімен қысып қалды. Аяғымды жұлып кетті, деп бақырды жалдамалы, мылтығын түсіріп алып, жерге құлап түсті. Бұл қақпанды Ермек ата осыдан бірнеше ай бұрын қасқырларға құрып қойған еді, және оның орнын тек өзі ғана білетін. Тоқтаңдар. Жерде мина немесе қақпан бар, деп Қарабас өз адамдарын тоқтатты. Олар жаралы досына көмектеспек болып жақындай бергенде. Жоғарыдан жарқабақтың төбесінен олардың үстіне үлкен, отқа оранған шарлар домалап түсе бастады. Бұл шарлар емес, Айдардың алдын ала дайындап қойған, ішіне аздап керосин төгілген қаңбақтар перекати-поле еді. Желдің бағытымен домалаған жанып тұрған қаңбақтар жалдамалылардың дәл үстіне құлады. Оттан қашыңдар. Жалдамалылардың түнгі көру құрылғылары, ПМФ, кенеттен пайда болған қып-қызыл оттан шағылысып, засветка, олардың көздерін соқыр қылып жіберді. Олар құрылғыларын жұлып тастап көздерін уқалап жатты. Хаос басталды. Дәл сол сәтте жарқабақтың екінші жағындағы қараңғылықтың ішінен Айдардың сайга мылтығы іске қосылды. Пас! Оның оқтары жап-жарық оттың қасында тұрған, соқыр болып қалған жалдамалыларға дәл тиіп жатты. Олардың тағы екеуі иықтар мен аяқтарынан оқ тиіп, қансырап құлады. Айдар оларды әдейі өлтірмеді, ол олардың қару ұстайтын және жүретін қабілеттерін жойып, қатардан шығарып жатты. Дала заңында жауды қинау мақсат емес, оны дәрменсіз ету басты мақсат болатын. Қасқырдың ұлуы, Қарабастың ашуы. Қарабас жанып жатқан қаңбақтан қашып үлгеріп, үлкен тастың артына тығылды. Оның 6 адамының тек біреуі ғана сау қалған еді. Қалғандар қақпанға түсіп не оқ тиіп, жыраның ішінде ыңырсып жатыр. Еуропадағы ең таңдаулы синдикаттың жауынгерлері бір ғана құрғақ жыраның ішінде екі қазақтан ойсырай жеңіліп жатқан болатын. Қарабас ашудан жарылардай болып, рациясын жұлып алды. База! Мен Қарабаспын. Біз бұқтырмаға, засадаға түстік. Олар бізді қырып жатыр. Маған шұғыл түрде дрон, ОА және тепловизоры бар пулеметшілер тобын жіберіңдер. Шетелдік осында, флешка оның қолында. Содан кейін ол қаруын тастың үстіне қойып, қараңғылыққа қарап ақырды. Ей, малшылар! Сендер менің кім екенімді білмейсіңдер. Мен бәрібір сендерді тірі қоймаймын. Сендердің ауылдарыңды тауып, бала-шағаларыңды өз көздеріңше соямын. Егер өмір сүргілерің келсе, қазір шетелдікті лақтырыңдар. Оның сөзіне жауап ретінде жыраның ішінен тек желдің гуілі ғана естілді. Оның қорқытулары бұл даланың қатал үнсіздігіне жұтылып кеткендей болды. Жекпе-жек, ата мен қарақшы.
Қарабас пен оның қалған жалғыз жалдамалысы тастың артында отырғанда, олардың артынан бір сыбдыр естілді. Жалдамалы бұрылып, автоматын кезеп үлгергенше. Қараңғылықтың ішінен ермек ақсақал елесше пайда болды. Ол мылтық атқан жоқ. Оның қолында қазақтың ескі, ауыр қамшысы, бұзаубас қамшы бар еді. Ол қамшыны бар күшімен сермеп қалғанда, қорғасын өрілген қамшының ұшы жалдамалының автомат ұстаған қолының білегіне тарс етіп тиді. Шарқ! Жалдамалының қолы сынып, автоматы ұшып түсті. Ермек ақсақал екінші сермегенде қамшы оның бетін осып түсіп, ол есінен танып құлады. Қарабас бұрылып, тапаншасын суырып үлгерді. Ол ермек ақсақалдың кеудесіне көздеп шүріппені басты. Гүрс! Оқ ақсақалдың сол жақ иығын тесіп өтті. Қария артқа қарай теңселіп барып тізесімен құлады. Әке! Деп бақырды Айдар, жарқабақтың төбесінен секіріп түсіп. Бірақ ол тым алыста еді. Қарабас мысқылдап күліп, тапаншасын қарияның басына тақады. Ол өзінің жеңісіне сенімді болған еді. Сен өзіңді батырмын деп ойладың ба, шал? Сенің дала заңың менің оғымның алдында түкке тұрғысыз екенін көрдің бе? Енді сенің миыңды осы топыраққа шашамын да, ұлыңды да өлтіремін, деді ол, саусағын шүріппеге басып. Дәл осы, өлім мен өмір арасындағы критикалық сәтте. Қарабастың ту сыртынан бір адам атылып шықты. Ол ақсап сүйретіліп келе жатқан Томас еді. Томас өзінің қорқынышын жеңіп, қолындағы аңшылық пышағымен Қарабастың үстіне қарғып мінді. Жоқ, оған тиіспе! Деп бақырды Томас, өз өмірінде бірінші рет адамға пышақ сермеп. Ол пышақты Қарабастың бронь жилеті жоқ тұсынан иығының астына қадап жіберді. Қарабас бақырып жіберіп, Томасты бар күшімен итеріп тастады. Бірақ бұл ермек ақсақал мен Айдарға уақыт тұтып берген еді. Айдар жүгіріп келіп, Қарабастың бетінен мылтықтың дүмбісімен бар күшімен ұрып жіберді. Кәсіби өлтіруші қатыгез Қарабас есінен танып топыраққа сұлап түсті. Бәрі тынышталды. Томас қан-қан болып демін әрең алып жерде жатты. Ол өзінің не істегеніне өзі сене алар емес. Бұл еуропалық журналист қалам мен камерадан басқаны ұстамаған адам, бүгін түнде осы қазақ даласында нағыз жауынгерге айналған еді. Ермек ақсақал иығынан қан ағып жатса да, орнынан күлімсіреп тұрды. Ол Томасқа қолын созып, оны жерден тұрғызды. Жарайсың, балам. Сен енді шетелдік емессің. Сен енді біздің бауырымызсың, деді ол, Томастың арқасынан қағып. Олардың арасында тілге мұқтаж емес, қанмен және ерлікпен байланған үлкен бір байланыс орнаған еді. Бірақ олардың қуанышы ұзаққа созылмады. Жоғарыдан, түнгі аспаннан ауыр гүрілдеген дыбыс естіле бастады. Бұл қарапайым көлік емес еді. Бұл Қарабастың шақырған үлкен әскери тікұшағы болатын. Тікұшақтың жап-жарық прожекторы бүкіл жыраның ішін күндізгідей жарық қылып жіберді. Оның бүйіріндегі пулеметтер оларға қарай бағытталып тұр еді. Синдикаттың ең басты, ең ауыр күштері жетті. Қарапайым қазақ отбасы мен жаралы журналист енді бұл темір құбыжыққа қарсы не істей алмақ. Нағыз соғыс енді ғана басталғандай болды, дала заңы. 4 бөлім, аспаннан төнген ажал және дала рухының оянуы. Түнгі аспанның қараңғылығын қақтылып, үлкен әскери тікұшақтың гүрілі құлақ пердесін жыртып жібере жаздады. Оның астыңғы жағына орнатылған қуатты галогендік прожектор бүкіл жыраның, сайдың ішін күндізгідей жап-жарық қылып жіберді. Томас, Ермек ақсақал және Айдар осы соқыр ететін жарықтың қақ ортасында алақандағыдай анық көрініп тұр еді. Тікұшақтың бүйіріндегі есік ашылып, одан ауыр пулеметтің әскери калибрлі ұңғысы шықты. Синдикат бұл шетелдік журналисті ұстау үшін ешқандай қаражатты да, күшті де аямаған болатын. Олар бұл далада өздерін ешкім тоқтата алмайды. Қазақстанның құлазыған шөлінде қалағандарын істейміз деп ойлады. Қашыңдар. Жартастың қуысына кіріңдер. Деп бақырды Ермек ақсақал, оқ тиген сол жақ иығын басып қансырап тұрса да. Тра-та-та-та-та-та. Пулеметтің оқтары жаңбырша жауды. Оқтар құрғақ топырақты, тастарды қопарып, шаң мен тас сынықтарын аспанға ұшырып жатты. Әрбір оқ жұдырықтай тесік қалдырады. Томас пен Айдар Ермек атаны екі жағынан демеп, жыраның ирелеңдеген терең бұрылысына қарай жанталаса жүгірді. Олардың дәл өкшелерінің артынан пулеметтің оқтары жерді тіліп келе жатты.
Егер олар 1 секундқа кешіксе, үшеуі де тартқыштан өткендей бөлшектеніп кетер еді. Олар жыраның ең тар, жартасы ішке қарай үңірейіп кіріп тұрған үңгірге, қуысқа барып құлады. Тікұшақтың прожекторы бұл қуысқа жете алмады. Жоғарыдан тек пулеметтің гүрілі мен шашыраған тастардың сытырлаған дауысы ғана естіліп тұрды. Үңгірдегі үміт қанмен жазылған бауырластық. Томас ауыр дем алып, шаңы шыққан шашын сілкіп тастады. Оның жүрегі кеудесін жарып шығардай дүрсілдеп тұр. Ол Еуропада отырып әлемдік саясат пен соғыстар туралы талай мақала жазған, бірақ нағыз өлімнің иісін, пулемет оғының ысқырығы мүлде бір рет өз құлағым. Ермек ақсақал тасқа сүйеніп ауыр ыңырсыды. Оның шапаны қанға малшынған. Оқ оның иығының етін жұлып кеткен еді, қан тоқтаусыз ағып жатты. Айдар дереу жейдесін жыртып әкесінің жарасын қатты таңып байлай бастады. Әке, шыдаңызшы, қаныңыз көп кетіп қалды, деді Айдар көзіне жас алып. Бұл батыр жігіт жаудан қорықпаса да әкесінен айырылып қалудан қатты қорқып отырған еді. Томас еңбектеп келіп Ермек атаның қолынан ұстады. Ермек, сіз өте мықты адамсыз. Мен үшін мына бөтен адам үшін өзіңізді оққа тостыңыз. Егер тірі қалсақ, мен сіздердің ерліктеріңізді бүкіл әлемге паш етемін. Бүкіл Еуропа қазақтың кім екенін білетін болады. Мен бұл флешкадағы мәліметтерді боға 10 дейін жеткіземін. Олардың бұл қылмысы жазасыз қалмайды, деді ол ағылшынша және сынық орысшасымен жыламсырап. Ермек ата әлсіз ғана жымиып Томастың басынан сипады. Әлемге мақтанудың қажеті жоқ, Томас, біз мұны атақ үшін емес, ар намыс үшін істейміз. Қазақта малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген сөз бар. Сенің қолыңдағы мына кішкентай темірде, флешкада қаншама жазықсыз адамның тағдыры, қаншама соғыстың сыры жатқанын мен түсініп тұрмын. Сен соны тоқтату үшін өз өміріңді қатерге тіктің ғой. Демек, сен де батырсың. Ал батырды қорғау бізге парыз. Төбедегі тікұшақтың гүрілі қайтадан күшейді. Ол үңгірдің үстіне келіп ауада қалықтап тұрып қалды. Олар арқанмен, троспен төмен түсіп жатыр, деді Айдар сығалап қарап. Оның даусында үрей емес, қатаңдық бар еді. Ол мылтығының, сайгасының соңғы оқ жатарын магазинін салды. Онда бар жоғы 5-ақ оқ қалған еді. Тікұшақтан ауыр қаруланған, бастарына каска, түнгі көру көзілдірігін киген тағы 8 жалдамалы жыраның ішіне түсті. Олар енді үңгірді екі жақтан қоршап, ішке қарай көзден жас ағызатын граната, слезоточивый газ лақтыруға дайындалып жатты. Ойын біткендей көрінді. Олардың шегінер жері қалмады. Томас та қолына тас пен Айдардың берген пышағын мықтап ұстап, өзінің соңғы айқасына, ажалына дайындалды. Даланың қаһары, асардың күші. Жалдамалар үңгірге 10 метр қалғанда, алдыңғы қатарда келе жатқан екеуі гранаталарын қолдарына алды. Шығыңдар, болмаса іштерінде тұншығып өлесіңдер, деп бақырды рациямен олардың басшысы. Бірақ гранатаның шегесі, чекасы, жұлынбай жатып қараңғы жыраның жоғарғы жағынан, яғни жарқабақтың екі бетінен жүздеген машинаның моторларының гүрілі мен прожекторлардың жарығы бұқ ете түсті. Бұл 1-2 машина емес еді. Жыраның екі жағасына ондаған ескі УАЗ, Нива, шаң басқан джиптер мен тракторлар келіп тоқтады. Олардың барлығы өздерінің алысқа түсетін фараларын, дальний свет және қолдарындағы аңшылық прожекторларын тікелей төменге, жалдамалыларға және қалықтап тұрған тікұшаққа қарай бағыттады. Жүздеген мықты жарық сәулелері түнгі көру құрылғыларын тынып киіп алған жалдамалылардың көздерін бір-ақ секундта шағылыстырып, оларды толықтай соқыр етіп тастады. Тікұшақтың ұшқышы да жан-жақтан түскен жарықтан көзі қарғып, тепе-теңдігін жоғалта бастады. Бұл не пәле? Қайдан шықты бұлар? Деп бақырды жалдамалылардың басшысы, көзін қолымен жауып. Жарқабақтың төбесінде, машиналардың жарығының астында жүздеген қазақ жігіттері тұрды. Бұлар Ермек ақсақалдың келіні жетіп барған көрші ауылдың малшылары, аңшылары, қарапайым жігіттері мен шалдар еді. Олар Ермектің үйін қоршапты, шетелдің қарулы бандиттері келіпті дегенді естігенде полицияны күтіп отырмаған.
Ауылдағы барлық ер азамат қолдарына не тиді, аңшылық мылтықтарын, айырларын, тіпті темір таяқтарын алып, көршісін, өз бауырын қорғауға бір адамдай асарлатып көтерілген еді. Бұл мыңдаған жылдық көшпенділердің генінде жатқан рух болатын. Бір қазақтың үйіне жау шапса, ол бүкіл далаға шапқанмен тең еді. Ей, иттер! Сендер кімнің жеріне келіп кімге оқ атып жатырсыңдар? Деген жуан, зор дауыс жарқабақтың басынан жаңғырып естілді. Бұл ермек ақсақалдың інісі, ауылдың беделді аңшысы Марат еді. Қаруларыңды тастаңдар. Біз мұнда 200 адамбыз. Бұл сендердің сафарилерің емес. Жалдамалылар шок болып қалды. Олар мұндай ұйымшылдықты күтпеген еді. Бірақ олардың тікұшақтағы басшысы әлі де өздерінің технологиясына сенімді болатын. Олар жай ғана тобыр, толпа, пулеметпен бәрін жайпаңдар, деп бұйырды ол тікұшақ ұшқышына. Тікұшақ баяу бұрылып, жоғарыдағы адамдарға қарай пулеметін кеземекші болды. Айдардың ерлігі, тікұшақтың құлауы. Осы кезде үңгірдің ішінде отырған Айдар жағдайдың критикалық шекке жеткенін түсінді. Егер тікұшақ оқ жаудырса, жоғарыдағы қарусыз туыстары мен ауылдастары қырылып қалатын еді. Ол әкесіне бір қарады да: «Әке, кешіріңіз, мен бұлай қарап отыра алмаймын», деді. Айдар үңгірден оқтай атылып шықты. Ол пулеметтің оқтарынан бұлтара қашып, жыраның қабырғасындағы биік, үлкен тастың үстіне қарып шықты. Тікұшақ оған өте жақын, бар жоғы 20 метрдей биіктікте қалықтап тұрған болатын. Тікұшақтың прожекторы Айдарды жұлып алды. Пулеметші оған қарай бұрыла берді. Бірақ Айдар одан жылдамырақ қимылдады. Ол өзінің сайга мылтығын тікұшақтың кабинасына, немесе пулеметшіге емес, тікұшақтың артқы жағына, құйрығындағы кішкентай роторға, хвостовой винт, дәлдеп бағыттады. Ол бала күннен техниканы жақсы білетін, тікұшақтың ең осал тұсы сол екенін түсінді. Пас, пас, пас. 3 оқ қатарынан атылды. 3-ші оқ, ауыр картечь, артқы ротордың қалағына, лопаст, дәл тиіп, оны сындырып жіберді. Тарс, шытыр. Тікұшақ сол секундта өзінің тепе-теңдігін жоғалтты. Оның құйрығынан қара түтін бұрқ етті. Алып темір құбыжық ауада зырылдауық сияқты балчок пен шыркөбелек айнала бастады. Ұшқыш жан ұшыра бақырып, тікұшақты құлатпауға тырысты, бірақ басқару жүйесі толықтай істен шыққан еді. Ол құлайды. «Қашыңдар», деп бақырды жалдамалылар, жан-жаққа қарай бытырай қашып. Тікұшақ жыраның екінші басына, бос жатқан шұңқырға барып, үлкен гүрілмен күрсетіп құлады. Жарылыс болған жоқ, бірақ темір құбыжықтың быт-шыты шығып, моторы өшіп қалды. Оның ішіндегі пулеметші де, ұшқыш та естерінен танып қалған еді. Жеңіс, қарақшылардың тізе бүгуі. Тікұшақтың құлауы жалдамалылардың ішіндегі соңғы психологиялық тіректі де сындырды. Олардың әуе қорғанысы күл-талқан болды, ал жоғарыдағы 200 адам, қазақ ауылының жігіттері, жыраның ішіне қарай төмен түсе бастады. Олардың қолдарында мылтықтары, прожекторлары бар, ал көздерінде ешқандай қорқыныш жоқ еді. Жалдамалылар өздерінің қоршауда қалғанын, ешқайда қаша алмайтындарын түсінді. Еуропадағы ең қауіпті синдикаттың элиталық өлтірушілері, заманауи қарумен жарақтанған кәсіби жауынгерлер қарапайым қазақ ауылының алдында, құрғақ жыраның ішінде тізе бүгіп, қаруларын жерге тастауға мәжбүр болды. Олар қолдарын төбелеріне көтеріп берілді. Ауыл жігіттері оларды қоршап алып, жерге жатқызып, қол аяқтарын арқанмен байлап тастады. Ешкімді ұрып соқпады, өйткені жау берілгеннен кейін оны қорлау дала заңына жат еді. Олар тек жауды залалсыздандырды. Ермек ақсақал үңгірден шығып Айдарға қарай жүрді. Оның иығынан қан ағып тұрса да, ол ұлының ерлігіне іштей шексіз мақтанып тұр еді. Айдар әкесін құшақтап, оны демеп алды. Томас та олардың соңынан шықты. Ол айналасындағы жүздеген қарапайым қазақтарға, олардың ескі көліктері мен шын пейілдеріне қарап, өз көзіне өзі сенбеді. Олар осы бір бейтаныс шетелдік үшін, бір ғана отбасының намысы үшін түн ішінде ұйқыларын бұзып, өлімге қарсы жүгіріп келген еді. Ермек атаның інісі Марат Томасқа жақындап келіп, оның арқасынан қақты. «Қорықпа, қонақ. Енді сен қауіпсіз жердесің. Бұл иттердің барлығын біз қазір аудандық ұлттық қауіпсіздік комитетіне, КМ, тапсырамыз. Олардың не істегендерін заң шешеді»,
Ал сені біз ауруханаға, содан кейін тікелей елшілікке, посольствоға жеткіземіз. Томас Ермек ақсақалдың алдына келіп, өмірінде бірінші рет қазақша бас иіп, қолын кеудесіне қойды. Рахмет. Сіздерге мың алғыс. Мен бұл даланы, бұл халықты ешқашан ұмытпаймын. Сіздер әлемді құтқардыңыздар. Менің қолымдағы деректер енді тиісті жеріне жетеді. Еуропадағы сол қанды синдикаттың көзі құртылатын болады сіздердің арқыларыңызда. Ермек ақсақал күлімсіреп Томастың қолын қысты. Әлемді кім құтқаратынын Құдай біледі, балам. Біз жай ғана өз шаңырағымызды, өз адамдығымызды қорғадық. Жолың болсын, дала заңы. 5 бөлім, финал, әділеттің салтанаты және әлемге тараған аңыз. Аспандағы жұлдыздар біртіндеп сөніп, шығыстан таңның алғашқы бозғылт сәулесі көріне бастаған шақ. Қаратаудың етегіндегі терең жыраның іші бұрын соңды болмаған көрініске куә болып тұрды. Алыстан, тас жол жақтан жүздеген көк және қызыл жарқылдар түнгі даланы тіліп өтіп, сиреналардың дауысы жер-көкті жаңғыртты. Бұл аудандық және облыстық полиция, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің ОККБ Арыстан арнайы жасағының легі еді. Марат ағаның берген шұғыл хабарынан кейін мемлекеттік қауіпсіздік күштері тікұшақтармен және ауыр бронды техникамен оқиға орнына жеткен болатын. Олар жыраның ішіне кіріп келгенде, кәсіби офицерлердің өздері көздеріне сене алар емес еді. Жыраның түбінде Еуропаның ең қауіпті, халықаралық іздеуде жүрген жалдамалы өлтірушілері, синдикаттың элиталық тобы, қол-аяқтары арқанмен байланған күйі, қан-қан болып топырақта жатты. Олардың жанында күл-талқаны шыққан, жартылай жанған заманауи әскери тікұшақ жатыр. Ал осының бәрін жасаған, оларды тізе бүктірген адамдар, қолдарына аңшылық мылтық, қамшы және айыр ұстаған, үстілеріне шапан киген, 100-ге жуық қарапайым қазақ малшылары мен ауыл жігіттері еді. Арнайы жасақтың командирі, полковник, көліктен түсіп, мына көрініске таңғала қарады. Ол байлаулы жатқан Қарабастың қасына келіп, оның маскасын жұлып алды. Бұл халықаралық Интерпол іздеп жүрген Ибрагим ғой. Лақап аты Қарабас. Сендер осы топты өздерің тоқтаттыңдар ма? Бұл қалай мүмкін?